Аруаққа сыйыну. О аруақ, о пірім, о періштем деп бастап, аруаққа арнап айтатын назыңды айт. Сыйын, жалын, жалбарын, өтін, сұра береді. Аруаққа сыйынудың құдіретті сөздерін өзің құрастырғаның жөн. Қазақтың неге сөзге шешен, айтар сөзге неге шебер болғанын ұғасың. Аруаққа сыйынғанда наз айт, ең құрса былай деп айт. О қасиетке малынған ата-бабамның аруағы. Кейде алдың да, кейде солыңнан келген аруақпын. Ал бүгінгі таңда артыңнан келген ұрпақпын. Орныңды толтыруға келген ұрпақпын. Басыма жақсы күн туса, арттыр, басыма жаман күн туса, кеміт. Осы сәтте сенің білетінің көп, менің білетінім аз. Қасиет бер, қабілет бер, қорғап қорша. О қасиетке малынған ата-бабамның аруағы. Құдайға жетпей жүрген назым бар, жеткіз. Себебі сен оның есігін аша аласың. Мен табалдырғының жанындамын. Сен одансың, мен сенненмін. Сен онымен құрдас, мен одан бір жас кішімін. Сен айтсаң көнеді, мен айтсам ойланады. Арамызды қосатын сен, айтарым осы, сыйындым саған иін, өмін. Бауырым, қосарың бар ма қос, аларың болса ал, шығарарың болса шығар, маған осы айтылғанда жетеді десең қайтала, осы айтылғанды қайталап қайыр. Аруақтың келгенін білу. Аруақтың келіп кетіп жүргенін білудің қарапайым әдісін айтайын. Түн, оңаша бөлме, бөлмеге өзің жеке жат. Ақ матаның бетіне теп-тегіс етіп ұн жай. Шақырғың келген аруақтың есімін айт, шақыр, жатып ұйықта. Ертеңгісін тұр, ұнды тексер, белгі түссе аруақтың келгені. Белгі болмаса тағы да солай жаса, ұзақ күт, белгі береді. Белгі екі жағдайда түспеуі мүмкін. Бірінші, егер өмірден озған адам аруақ бола алмай, тамыққа не құрдымға тұтылған болса, белгі болмайды. Оны да тікте. Екінші, аруақ шақырушы адамның өзінде не қабілет, не қасиеті жоқ, дүние қуып күйттеп кеткен пенде болса, аруақ белгі салмайды. Аруақ белгі салсын десең, сабырға кел, адамдық кісілік дәрежеге жет, аруақ белгі береді. Бауырым, аруақ келмейтін адам болмайды. Ұрпағын қорғап қоршап жүру оның негізгі міндеті. Келеді, тіл қатады, сен оны түсін, ілім ал. Аруақты елдің баласысың, аруақ сені қолдасын. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 317-318 беттер.